Давайте. Сәттілік. Иә, кіндік қаным тамған жер деген сөз, меніңше қазақтан басқа ешбір халықта жоқ. Менің туып өскен жерім Шәуілдір. Кезінде саяхатшылар, саудагерлер осы Шәуілдірдің ыстық көлеңкелі керемет саябағын көріп, отырар деп атап кеткен. Яғни барап. Осы қалада 1930 жылы мен Қалдаяқтың ұлы Шәмші дүниеге келіппін. Азан шақырып қойған есімім Жәмшид. Енді әкемнің айтуы бойынша бұл есім ежелгі хикаялардағы Жәмшид патшаның құрметіне қойылған. Ал маған ән анамның ақ сүтінен тараған. Жалпы сазгердің жүрегі жібек терме нәзік жіп. Сол бір тұңғиық нәрсеге көңіл бөліп қарасаң, саған жай ғана құлағына нәзік әуен келеді. Сол әнді бұзып алмай, жай ғана бермен қарай тарту керек. Бабын таппасаң үзіліп кетеді. Кейде ойланам, жалпы адам баласына бұл өмірде не керек? Тамақ, ұйқы, күлкі, солақ па? Жоқ. Бізге отан керек. Ұлы даламыздың қорғаушысы болу, бұл біздің азаматтық борышымыз. Кейде ойланам, осы менің жазған өлеңдерім осы халыққа жете ма, жетпей ма деп. Қарайсың, кейбір әншілердің шашы, даусы күрметіліп, бір өлеңіңді келешек ұрпаққа жеткізе алмайтындай секілді көрінеді. Соған қарап мен кейде түңіліп, айдалаға қашып кеткім келеді. Болашағымнан қорқам. Бірақ дегенмен де мен қазақ вальсінің королі атаған халқыма мың алғыс. Нет.